Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет рецепт дайындаймыз. Жөтелді қалай тез кетіруге болады үй жағдайында. Жөтелді міне осындай қолдан сироп дайындаймыз. Құрамы таза, балаларға да ересектерге қолдана береміз. Құрамы 2 орташа пияз, 4 тісше сарымсақ және де натуральный бал қолданамыз. Таза болу керек. Жөтелдің 2 түрі болады. Бірі құрғақ және де екіншісі ылғалды жөтел, яғни қақырықпен келетін жөтел. Сол ең қазіргі көктемде актуальны бізде құрғақ жөтел, яғни тамағымыз жыбырлап, қыбырлап бастаған кезде қақырықсыз келетін жөтелді тез қойдыру мақсатында осы рецептті қолдансаңыздар өте керемет нәтижеге жетесіздер. Бұл ересектерге де, үлкендерге де болады қолдануға. Енді туралған пиязымызды ыдысқа салып, үстінен сарымсағымызды үккіштен өткіземіз. Біреу үккіштен өткізеді, мен осындай чеснокодавкамен сығып алдым. Енді балымызды қосамыз. 3 үлкен ас қасық бал қоссақ жеткілікті. Балдың шипасын білесіздер, иә? Біздің Құран кәрімде де жазылған. Бал арасы өзінің асқазанынан адамға қажетті ферменттерді бөледі, және ол адамға шипа береді. Мен мысалы осындай мед Исмаилдың хлопковый балын қолданамын, мақта балы. Яғни тамақ ауырғанда, ангина болғанда, жөтел қысқанда, балаларға осындай қара шаймен бал беремін. Міне 3-ші қасық сол балдан қосып жібердім. Енді ол массамызды жақсылап араластырамыз. Енді тәрелкемен бетін жауып, 3-4 сағатқа бөлме температурасында қоямыз. 3-4 сағаттан соң осындай сөлі бөлініп шығады. Сақталуы 1 күн, қыздар. 1 күннен асып кетсе, оны қолдануға болмайды. Ересектерге тамақ алдын үлкен қасықпен 3-4 рет күнне ішуге болады. Балаларға кішкентай қасықпен 3-4 рет бересіздер. Осымен тәмам достар. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.